Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге үй жағдайында жасалатын тез оңай тамақ дайындаймыз, яғни етсіз тамақ дайындайтын боламыз. Кей кезде үйде ет қалмаған кезде осы тамақты істеп көрулеріңізге кеңес беремін. Әуелі ыдысымызға май құйып, оған пиязды жақсылап салып, қуыратын боламыз. Жақсылап қуырып қызарғанша сосын болгарский саламыз. Болгарскийді тоже олай қуыратын боламыз. Чеснок болса чеснок салып жіберсеңіздер де болады. Дәміне қарай тұз, бұрыш қоссаңыздар болады. Сосын менде петрушка бар, петрушка қостым. Укроп болса укроп қоссаңыздар да болады. Дәмі өте күшті шығады. Сосын табамызды майлап алатын боламыз. Мен маргарин жақтым. Сосын картошканы осылай өткіштен өткізіп аласыздар. Осылай істің бәрін екі қатар болады. Салып, үстіне майонез жақсаңыздар да болады, жақпасаңыз да болады. Астына пергамент қағазды төсеуді ұмытпаңыздар, мен ұмытып кетіппін. Сосын жақсылап жағып шығамыз. Бәрін әдемілеп, сосын екінші қатарына қалған картошканы да салып аламыз. Оған да тоже майонез жағып, жақсылап әр жеріне жағасыздар. Сосын бағана қуырған болгарский мен пиязды, петрушкамызды қуырдық қой, енді үстіне салып шығамыз. Қуырсаңыздар әдемі болып тез піседі, ал қуырмай салсаңыздар уақыты шамалы не болып піспей қалуы мүмкін. Тұз, бұрыш бәрін себуді ұмытпаңыздар. Сосын үстіне сыр саламыз. Міне дайын болды, қараңыздар, 30 минутта дайын болды, достар. Осылай өздеріңіздің семьяларыңызға істеп берсеңіздер болады. Менің күйеуіме өте қатты ұнады. Дәмді әрі күшті тамақ ет болмаған жағдайда осы тағаммен істеп көрулеріңізге кеңес беремін. Рахмет.